Құрбан шалудың сауабына келетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадисінде айтады, адам баласы құрбан айт күні құрбан шалып, қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Алла тағалаға жақындаған емес дейді. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризалығыңмен шалыңдар деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтқан екен. Келесі бір хадисте сахабалар Пайғамбарымызға: "О Алланың елшісі, құрбандық деген не?" деп сұрағанда, Алла тағаланың елшісі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: "Құрбандық сендердің Ибрахим бабаларыңның сүннеті" деді. Одан бізге қандай сауап бар деп сұрайды сахабалар Пайғамбарымыздан. Пайғамбарымыз айтады: "Әрбір тал қылшығы үшін сауап аласыңдар" дейді. "Қойдың жүнінен ше?" деп сұрайды сахабалар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Қойдың жүнінің әрбір тал қылшығына да сауап жазылады" дейді. Мінекей құрметті момындар, құрбандық малдың сауабы осылай болады.